Қайырлы таң хабар арнасында жаңалықтар, студияда Әсел Акбарова. Әлемдегі жаһандық дағдарыс алдағы жылы тұрақтала қоймайтын анық, ал экономикасы қарыштап дамып, әлеуметтік бағдарламалар жанданған қазақ елінде басты тілегіміз тұрақтылық пен тыныштық. Ымыра бірлігіміз жарасқан отанымыз үшін қазіргі елбасымыздың алдағы президенттікке түскенін қалаймыз дейді зиялы қауым. Сайлаудың қашан өтетіні бәрімізге белгілі болды. Енді осы жолы мен өзім бүгінгі президенттің түскенін қалар едім. Халықаралық шиеленіскен жағдайда, экономикалық, саяси жағынан да, дін жағынан да, ұлтаралық татулық жағынан да біздің президенттің әлемдік деңгейдегі лидерлердің бір екенін дәлелдеп отыр. Меніңше, әзірге дәл осындай кезеңде Нұрсұлтан Әбішұлының кандидатурасын ұсынғанымен өте қалар едім, тіпті керек болатын болса талап етер едім деген жалғыз ретінде ойым бар. Меніңше осы ұсынысты қабылдайтын шығар халықтың. Мен осындай пікірдемін. Ата жұртқа оралған қандастарымызды кезектен тыс өтетін президент сайлауын қолдайды. Бұл дер кезінде айтылған шешім. Себебі әлемдегі экономикалық дағдарыстың дауылы дамыған мемлекеттердің өзін тығырыққа тіреп тұрған тұста. Елбасының сындарлы саясаты біздің басты бағытымызды айқындап берді дейді оралмандардың республикалық асар қоғамдық бірлестігінің өкілдері. Президент сайлауын 26 сәуірде өткізу ұлт көшбасшысының көреген шешімі. Біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, елбасының президент сайлауына кандидатурасын ұсынуды оралмандар атынан өтінеміз деді қоғамдық бірлестіктің төрағасы Қайрат Бодауханұлы. Елдегі бірлік пен тыныштықтың арқасында Қазақстан Республикасы дамудың даңғыл жолына түсті. Қаншама қандастарымыз елге оралуда. Мұның барлығы бүгінгі ішкі тұрақтылықтың арқасында дейді үндеуге қолдау білдіргендер. Сайлау өткізу уақыттың және дер кезінде қабылданған нақтылы өте бір маңызды шешім. Елбасының сайлауға түсуін өтінген өтінішін бізде қолдап, елбасының осы сайлауға тікелей қатысуын және халқының, елінің алға қойған мүдделі мақсаттарының ары қарай орындалуына өзі басшылық етуін, халықты бірден жұмылдыруын және мақсатты істерді орындауға өзінің мүмкіншіліктері бар екенін, барлық жағдай талаптарға бізге сай келеді деген осындай жақсы ниетімізді білдіреміз деп отырмыз. Оралдағы стройкомбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осыдан 60 жыл бұрын жұмысын бастады. Қазір кәсіпорында құрылысқа қажетті өнімдердің 700-дей түрі шығарылады. Оның басым бөлігі батыс өңірдегі 5 облыспен қатар еліміздің өзге де аймақтарына жеткізілуде. Әзірге елімізде баламасы жоқ керамзиттен жасалатын кірпіштер нарықта сұранысқа ие. Жылу сақтайтын айрықша қасиеттерге ие кірпіштің көлемі үлкен, алайда салмағы жеңіл. Өткен жылы кәсіпорын қабырғаға қажетті кірпіш пен керамзит блоктарын өндіретін жаңа желіні іске қосты. Мемлекеттің қолдау арқасында өнім өндіру көлемі 3 есеге артып, жалпы құны 2 миллиард теңгеге жетті. Алдағы уақытта іске қосылатын Ресей мен Германияның заманауи технологиясы өнімділікті арттырумен қатар өнім сапасын да жақсарта түседі. Әрі қуат көзін үнемдеуге мүмкіндік туады. Осының барлығы елдегі тұрақтылықтың, қоғам бірлігі мен бизнесті мемлекеттің қолдаудың нәтижесі деп білеміз дейді зауыт еңбеккерлері. Комбинат ұжымы алдағы сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевтың өз кандидатурасын ұсынарына сенімді. Өткен елдің алдағы дамуын тек қана қазіргі президентімізбен байланыстыра аламыз дейді олар. Наш коллектив, я лично считаем, что Біздің ұжымның және жеке өзімнің де пікірім, президенттікке кандидат ретінде Нұрсұлтан Назарбаевты көргіміз келеді. Өйткені оның еліміздің даму тарихындағы алар орны ерекше. Осы жылдар ішінде еліміздің экономикасы еңсе тіктеді, қарышты даму жолына түсті. Халықтың әл-ауқаты жақсарды. Бұл ретте алысқа бармай-ақ өзімнің еңбек ұжымымды мысалға алар едім. 250 адам еңбек ететін көпұлтты ұжым тату-тәтті еңбек етіп келеді. Міне сол себепті де Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің көптеген бастамаларын жүзеге асыруы тиіс деп санаймын. Атышулы Ишим лаңкестік ұйымы Ливияда 2 мұнай кен орнына шабуыл жасап, салдарынан Жерорта теңізі жағалауында орналасқан елдегі ірі порттардың бірі Эс-Сидермен байланыстыратын құбыр зақымданды. Әзірге зардап шеккендермен келген шығын туралы мәлімет жоқ, себебі өңірде қақтығыстар жалғасуда.
Ақшта ғалымдар адамға жұққан иммун тапшылығының синдромы мен венерологиялық ауруларды 15 минутта анықтайтын құрылғы ойлап тапты. Оны тексеру үшін қолдан саусағынан 1-2 тамшы қан алынады. Жаңа электронды гаджетте бір рет пайдаланылатын электронды сараптама мен реагенттері бар арнайы пластик кассеталар орналасқан. Егер қандай қауіпті вирустың микроағзалары болса, бұл ақпарат лезде ұялы телефонға жіберіледі. Бірнеше сынақтардан кейін бұл құрылғы ақпаратты 97%-ға дәл беретіні анықталды. Ал оның құны небәрі $34 ғана. Ғалымдар гаджетті жуырда сатылымға шығаруды көздеп отыр. Ең жақсы тауар отандық тауар. Оны сатып алу арқылы біз өз еліміздің экономикалық өркендеуіне ықпал етеміз. Алматы облысының жастар ұйымдары өткізген флешмобтың мақсаты осындай ұстанымды әрбір тұтынушының жүрегіне ұялату. Қазақстанда жасалған шарасы Талдықорғандағы ең үлкен сауда орындарында жалғасты. Сөрелердегі сан түрлі заттардың арасынан тек отандық тауарға таңдау жасаған тұтынушыларға Қазақстанда жасалған деген жазуы бар футбол жейделері мен жеңіл бас киімдер тарту етілді. Өзіміздің Қазақстанда жасалған өнім ол табиғи құнарлы, өзіміздің Қазақстанда алған зат, өндірілген зат. Әр уақытта өзім соны пайдаланам, өйткені ол сапалы, өзіміздің Қазақстанда жасалған өнім. Біз бұл іс-шараны барлық сауда орталықтарында жалғастырамыз және барлық сауда орталықтарында сөрелердің бар болуын қамтамасыз етуге тырысамыз. Өскеменде түрлі техникалардың гидравликалық күшейткіштеріне қажет бөлшектер мен құрылғылар шығаратын зауыт жұмысын бастап. Осы сала мамандарының айтуынша резиналарды жоғары температурада балқыту арқылы түрлі пішіндер шығаратын мұндай кешенді жобаның Қазақстанда әзірге баламасы жоқ. Жаңа технология мен өз елімізде жасалған өнімдерге зауыт фабрикалардан тапсырыс түсе бастады. Жаңа өндіріс күніне 400-ге жоқ бөлшек шығарады. Сақина, білік және қайырмалы редуктурлар металлургиялық және кен қазуда қолданылатын құрылғылардың бөлшектері. Бұлардың бәрі де шетелдікімен сәйкестендіріліп, отандық құрастырушылар сапасын арттыра отырып жасаған. Кез келген бөлшекті жасауға мүмкіндігіміз бар. Көлемі мен пішінін белгілеп, арнайы бағдарлама көмегімен автоматты жүйеде қысқа уақытта шығарамыз. Нәтижесінде шетелде темір немесе мыстан жасалған бөлшектің бағасынан біздікі 2-3 есеге арзан. Шағын ғана кәсіпорында санаулы ғана адам жұмыс істегенімен атқаратын қызметтері өте ауқымды. Резиналарды балқыту арқылы түрлі пішінде шығарылған ірілі ұсақты бөлшектер барлық салада қолданылады. Мынау кен орындарында жұмыс істейтін техникалардың гидравликалық күшейткіштерге арналған әртүрлі бөлшектері. Бұрын бұндай бөлшектерді шетелден арнайы тапсырыспен алдырылса, қазір өз елімізде өндіріледі. Еуропа елдерінде мыстан жасалған мынандай бөлшектің нарықтағы құны 220 мың теңге тұрады. Ал өз елімізде екатал деп ататын шикізаттан жасалған бөлшектің құны ары кетсе 110 мың теңге тұрады. Мәселен, Еуропада өндірілген бұл құрылғы 220 сағат жұмыс істесе, өз еліміздегі өндірісте ол 400 сағаттан астам жұмыс істейтіні дәлелденді. Кәсіпорынның құрылғанына жарты жыл болса да 1 миллионнан астам бөлшек шығарып үлгерген. Өнімге тапсырыс негізінен отандық ірі компаниялардан түседі. Біз өндірген өнімдерімізді негізінен өз еліміздің нарығына ұсынамыз. 60%-ға жуығын тау-кен металлургиялық өндірістер алады. Тағы 30%-на түрлі кәсіпорындардан тапсырыс түседі. Өскемендегі металлургиялық кешен бөлшектерге басты тапсырыс беруші, өйткені өндіріс үшін отандық тауарды тұтыну бағасы арзан әрі сапалы. Оған қоса жеткізуге де уақыт көп кетпейді. Қазақстандық үлесті арттыруда біз түрлі кәсіпорындармен әріптестік байланыс орнаттық. Ал гидравликалық күшейткіш бөлшектерін шығаратын бұл компанияның тауарларын үздіксіз сатып алып келеміз. Әзірше шағын зауыт 50 миллион теңгенің тапсырысына келісім жасаған. Болашақта өнім көлемін көбейту үшін жоба жетекшілері нарықта жаңа әріптестер іздестіріп жатыр. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Өскемен. Атыраулық жол полициясының инспекторлары 3 жүйеде жұмыс істейтін бейне жетондармен қамтамасыз етілді. Бұл ақпараттық құрал 12 сағат бойы фото, дыбыс және бейне жазба жүргізе алады. Тәртіп сақшысының қызмет уақыты аяқталған соң, мұндағы барлық мәліметтер орталық базаға сақталады. Мұндай жетондарды әзірге 25 инспектор алды. Алғашқы жарты жылдыққа дейін бұл құрылғымен әкімшілік полиция қызметкерлерінің 80% қамтамасыз етілмек. Бұдан былай инспектордың шешімімен келіспеген жүргізушілер оның қабылдаған шешіміне дәлелсіз шағым жасай алмайтын болады. Яғни тәртіп сақшысына қоқан-лоққы көрсететін лауазымды тұлғалардың да тілін тартып жүруіне тура келетін болды. Сонымен қатар бұл ақпараттық техника пара талап ететін полицейлердің де айылын жият деген үміт бар. Одан басқа мына основной түнгі мезгілдерде бізде қазір жүргізушілермен, марш жүргізушілермен келіспеушілік көп.
жүргізушілер ішкенін мойындамайды, автокөлік жүргізуге мойындамайды. Осының бәрін регистрацияға түсіріп, бізге мына дәлелдеуге, соттың алдына апарғанда, яғни көрсетуге өте тиімді деп ойлаймын. Сұлулық пен сәндік жас талғамайды. Сондықтан Өскеменде Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлеріне күтпеген сый жасалуда. Қаладағы емдеу сауықтыру орталығы мамандары ардагерлерді сұлулық салондарына шақырып, түрлі қызмет түрлерін көрсетіп сәндеп жатыр. 35 жылдан астам шаруашылықтың әр саласында қара жұмыс атқарған Дәмелқан Желдібаева сән салонына бірінші рет келген жасырмайды. 4 бала өсіріп, жеткізіп, олардан бүгінде 8 немере сүйіп отырған асыл әже қартайғанда мемлекеттен ерекше қамқорлық көріп отырғанына дән риза. Үйде менің 2 қызым бар, немерем 2 қызым. Содарға барып айтам, мақтанам бейтіп, міне қалай бізді. Бүгін минетур жасады, Жизнь апашқа бірінші рет, қолым әшейін демалып қалды, міне демалып қолым. Қандай жақсы міне. Это очень приятно. Бұл бізге көрсетіп жатқан ерекше құрмет. Сондықтан шын жүрегімізбен алғыс айтамыз. Өмірге деген қызығушылығың артып, көңіл күйің көтеріліп қалады. Әзірге осы еске сала кетейін, жаңалықтарымызды хабар арнасының сайтынан да таба аласыздар. Эфирде сағат 13-те қайта жүздескенше.